Балаңыз биыл мектепке барады ма? Оны буындап оқытуға үйреткіңіз келе ме? Олай болса, бұл видео сізге арналады. Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Салтанат Нұрекеқызы, мен бастауыш сынып мұғалімімін. Бұл менің бала тәрбиесі, баланы оқыту туралы каналым. Менің каналыма тіркеліп қойыңыз. Сонда сізге менің жаңа видеоларым туралы хабарлама келіп тұрады. Сонымен баланы буындап оқытудың алғашқы қадамдары қандай? Баланы буындап оқыту үшін қазақ тіліндегі 42 әріпті түгел үйренудің қажеті жоқ. Бастапқыда балаңызға дауысты 3 дыбыс, дауыссыз 4 дыбысты үйретуді ұсынамын. Олар А, О, У, Р, Л, Н, Т. Осы 6-7 әріпті танытқан кезде баланы әрқардай буындап оқуға үйретуге болады. Балаларға айта кету керек, дауысты дыбыс деген ол созылып, әндетіп айтылады. А, О деген сияқты. Ал дауыссыз дыбыстар олай әндетуге келмейді. Дауысты дыбыстар мен дауыссыз дыбыстарды қосып, мынандай ашық буындар құраймыз. Ра, ро, ру, ла, ло, лу, на, но, ну, та, то, ту деген. Осы 12 буынның ашық буынды егер дауысты дыбыстарды алдына қоятын болсақ, онда мынандай тұйық буындар шығады. Ар, ор, ур, ал, ол, ул, ан, он, ун, ат, от, ут. Міне, осы алғашқы буындарды балаға бірнеше рет, бірнеше күн қайталата отырып, жаттатып алу керек. Содан кейін ғана барып буындардан сөз құрауға көшеміз. Қазақ тілінде алғашқы буыны тек қана дыбыс болатын. Екіншісі буыны ашық буын болатын. Ата, ара, ана, ала деген сөздер бар. Осы сияқты сөздерді оқуды үйретеміз. Бірінші кезекте бұны бір сабақта өтуіңізге болады. Келесі сабақта бірінші буыны тұйық буын болатын, яғни дауыстыдан басталып дауыссызға аяқталатын, екінші буыны ашық болатын сөздерді оқытуға болады. Ол мынандай сөздер: атта, арна, орна, отта деген сөздерді оқытып аламыз. Бұған да өзіне жеке бір сабақ арнауға болады. Келесі үшінші сабақ кезінде сіз екі буында ашық буыннан тұратын мынандай сөздер оқуға болады. Олар: тана, тара, тала, нота, рота, лота, лото, тура, тула, луна деген сияқты сөздерді оқытуға болады. Бұл жерде мен мына луна деген сөздің жоғары жағына қызыл жұлдызша қойып қойдым, себебі бұл орыс тіліндегі сөз. Негізінде буынды түсіну үшін балаға оқыта беруге болады. Енді мына жердегі көріп тұрған қызыл нүктелеріңіз бұл нені білдіреді? Яғни баланы оқыған кезде үшінші қадам біз солдан оңға қарай оқимыз. Қолымызды солдан оңға қарай жылжытып оқимыз. Кейде біздің балалар болады, мынандай ат деген буынды көріп тұрса да кері оқуы мүмкін. Та деп оқуы мүмкін. Мысалы, ар деген буынды көрсе де кері қарай ра деп оқуы мүмкін. Осындайды білдірмеу үшін үшінші қадам біз балаларды әрқашанда солдан оңға қаратай оқуды үйретеміз. Ол үшін сөздің бірінші әріптің астына осылай нүкте қойып қоюға болады. Тағы бір ескерте кететін, егер сіз ата-ана болсаңыз, үй жағдайында балаңызды буындап оқытуға кірісетін болсаңыз, мен сізге бірден баланың қолына кітап ұстатуды ұсынбаймын. Бірден кітап ұстатудың қажеті жоқ. Ол үшін қазір компьютер бар, сол балалардың қолына көзіне көргенге ірі мынандай ірі шрифтпен жазылған осындай әріптерді, осындай жеке буындарды жазып алуыңызды ұсынамын. Бұл балаға өз бетімен буындармен, әріптермен өз бетіне осылай ата деген сияқты, ала деген сияқты осылай өз бетімен сөз құрауына мүмкіндік береді. Бала осылай тез үйренеді. Бірден кітаптың ішіндегі көп буынның ішінде, көп әріптің ішінде баланың көзі шатасып кеткенше ең бірінші осылай
қолдан тігіп мынандай салафанға немесе пакеттерге салып, салафандарға салып, осылай тігіп қоюға болады. Бұл менің бірінші класста балалармен қолданған кесте, буындар мен әріптер қалтасы деп аталады. Осы арқылы жылдам оқытуға, үйретуге болады. Құрметті ата-аналар, егер менің тағы да осы баланы буындап оқытуға, үйрету, қалай әріп танытуға болады, үй жағдайында қалай оқытуға болады, сол туралы білгілеріңіз келсе, менің каналымда тағы да басқа видео бар, соны көрсеңіздер болады. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, менің осы видеома лайк басыңыздар.